Адам маймылдан шықты дейді. Эволюция теориясында қандай қателіктер бар? Осыны қарайық. Сонымен былай, макроэволюция мен микроэволюция деген бар. Микроэволюцияға қазіргі таңда көптеген дәлелдер бар. Атеисттер солардан көп дәлел келтіруі мүмкін. Бірақ біз макроэволюцияға тоқталайық. Макроэволюция бойынша бір түр басқа бір түрге өзгереді дейді. Яғни мысалы маймыл болса, ол маймыл біртіндеп өзгеріп адамға айналған деген. Міне, осында қателіктер өте көп. Сол қателіктерді талдайық. Осыған дәлелдер аз болғасын, көптеген атеист, агностик ғалымдардың өзі келіспеушілік танытып қарсы шықты. Және олар қарсылық білдіріп осындай кітаптарда жазған болатын. Ақпараттар YouTube парақшадан алынып қазақшаға аударылды. Егер сенбеймін қате деп жатырсаңыз, өзіңіз тексеріп қарап көрсеңіз болады. Эволюция теориясының фальсификациялары, жалғандықтары. 1912 жылы пилдаундық адам табылды дейді. 50 жыл бойы адамның арғы ата-тегі маймыл болғанына дәлел болған екен. Бірақ кейін шындық ашылды. Адамның сүйегіне маймылдың жақ сүйегін бекіткен екен. 1925 жылы небраскалық адам. Тіпті оны гесперопитек деп те атаған. Бірақ онда тек тіс табылған және тіс шошқаның тісі болып шығыпты. Люси деген австралопитек. Бірақ оның тек 40% ғана сүйегі табылған. Табылған окаменелость 95% су тіршілік 4-7% өсімдіктер және 0,2% жәндіктер, ал омыртқалылар болса, соның ішінде адамдар мысалы 0,1% ғана. Геккельдің эмбрионы. Өтпелі формалар аз болғасын, Эрнст Геккель бұл мәселені осылай шешуге тырысады. Сгустық протоплазмы, сосын балық, әрі қарай ол адамға дейін осылай эмбрион арқылы эволюцияны көрсеткісі келеді. Яғни бұл суретте жануарлар, адамдардың барлығының ата-тегі бірдей екенін көрсеткісі келген. Оларда құйрық болатын, желбезек болатын дегендей. Бұл керісінше эмбриолог мамандарға күлкі болды. Себебі Геккель эмбриологиямен айналыспайтын еді. Сонымен бала ешқандай кезеңде құйрықты немесе желбезекті болмайды. Қараңыздар, өтірік адамға желбезек құйрық секілді көрсеткен. Жоғарда тұрған сурет өтірік, ал төменде тұрған сурет шынайы. Яғни эмбриондардың бәрі бірдей емес. Жануарлар өтпелі кезеңде өтіп, осылай өзгерді дейді. Енді өтпелі кезеңге дәлел ретінде археоптериксті айтады. Яғни осыны аралық буын деп айтып, динозаврлардан құс пайда болды деген. Бірақ ол да қате болып шықты. Кітаптарда археоптерикс үлкен ұшатын динозаврды көрсету мүмкін. Ал шын мәнінде археоптерикс қарға секілді кішкентай болған екен. Бірақ шынымен де археоптерикс жыртқыш құс секілді болған. Бірақ ондай тырнақ басқа құстарда, балапандарында бар. Ал тіс болса, ондай өткір тістер жойылып кеткен бұрынғы құстарда да болған екен. Құстың тырнағы өткір тісі болған үшін динозавр құсқа айналды деген ақылға қонымсыз нәрсе. Динозавр құсқа айналуына проблема. Соның бірі өкпе мәселесі. Динозаврдың өкпесі шамамен осылай болса, құстың өкпесі мүлдем басқаша жұмыс жасайды. Динозаврлар табылған жерден құстар да табылған екен, яғни окаменелость ретінде. Сонда бұл қалай болды? Сонымен динозаврдан құс пайда болды дегенге күмәндар көп. Егер археоптериксті аралық буын деп айтсаңыз, бұл туралы не дейсіз? Бұл утконос. Сонда сіздердің ойларыңызша құндыз жануары үйрекке айналды ма? Утконос оның аралық формасы дейсіз бе? Жоқ, олай емес. Бұл өз алдына бөлек тіршілік иесі. Макроэволюцияның ең үлкен қателігінің бірі, егер аралық формаға өтетін болса, аралық буын, яғни звено болу керек. Олар шамамен миллионнан астам, 10 миллион тіпті одан көп болу керек екен. Ал соның ішінде табылғаны 1000-ға жуық дейді. Бірақ оқулықтарда соның 20-ға жуығын көрсетеді. Яғни соны адамның маймылдан шыққанына дәлелдеп қарастырады. Дегенмен ол өте әлсіз. Мысалы, маймылдардың, адамдардың арғы тегі проконсул деген маймыл десе, әрі қарай ол неден пайда болды? Гипотеза, түсінесіз бе? Эволюция теориясының ішінде гипотезалар бар. Science журналының бір мақаласында антрополог эволюция туралы осындай мысал келтірген екен. Өздеріңіз тексеріп қарап көрсеңіздер болады. Яғни шамамен былай. Макроэволюция бұл Лев Толстойдың соғыс және бейбітшілік романдағы оқиғаны бар жоғы кездейсоқ таңдалған 13 беттен түсінуге тырысумен бірдей дейді. Сонда ойлап көріңізші, 1300-ге жуық беті бар кітап. Сіз 13 бетін ғана қарап, кездейсоқ 13 бетін таңдап,
сенімділікпен айтып шыға аласыз ба бүкіл кітап туралы? Макроэволюцияда сондай көптеген болжамдарға негізделген спекулятивті деп айтуға болады. Ал мектептерде адам маймылдан шықты деп оқытуы оның нақты дұрыс деген сөзі емес. Бұл істермен көптеген ғалымдар айналысқан, көптеген еңбектер бар. Сондай бір еңбектер, мысалы кейбіреулері мектеп бағдарламасында жинақталған. Барлықтарыңыз біліп жүріңіздер, бұл өмір, бұл емтихан. Ал емтихан болса, оны жүргізуші мұғалім оқушыларға жауапты беріп қоймайды. Оқушылар өздері шығару керек. Дәл сол секілді әділ Құдай сіздерге ана өмірді, періштелерді барлығын көрсете салмайды. Сынақтың мәні де осында.